Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз сендермен 5-ші бөлімнің 5-ші сабағы «Менің досым шебер» тақырыбын өтеміз. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами пройдем 5-ю тему 5-го раздела «Мой друг мастер». Жаңа сөздермен танысайық. Новые слова. Прочитай, напиши в словарь и обязательно выучи эти слова. Қолөнер, рукоделие. Қайшы, ножницы. Желім, клей. Шеберхана, мастерская. Ине, иголка. Жіктік жалғауын қайталайық. Повторим личные окончания. Прочитай, обрати внимание на окончание. Мен ұя жасаймын. Сен ұя жасайсың. Сіз ұя жасайсыз. Ол ұя жасайды. Біз қатысамыз. Сендер қатысасыңдар. Сіздер қатысасыздар. Олар қатысады. Суретке қара. Бұл қай жер? Балалар не істейді? Посмотри на картинку. Где ребята? Что они делают? Балалар шеберханада. Қайда? Шеберханада. Бұл шеберхана. Олар ұя жасайды. Екінші тапсырма. Сөздерде бірнеше әріп жетіспейді. Ол әріптерді тауып сөздерді жаз. Это задание выполняем письменно. Здесь не хватает некоторых букв. Надо найти буквы и записать слова. Үшінші тапсырма. Мәтінді оқы. Тағы қандай қауіпсіздік ережелерін білесің, айтып бер. Третье задание. Прочитай текст. Какие еще знаешь меры предосторожности? Расскажи. Біздің мектепте шеберхана бар. Біз шеберханада әртүрлі заттар жасаймыз. Мұғалім бізге қауіпсіздік ережелерін түсіндірді. Инені ауызға салуға болмайды. Оны арнайы қорапшада сақтау керек. Желімді ауызға, көзге тигізуге болмайды. Қайшыны партаның оң жақ шетіне қою қажет. Төртінші тапсырма. Суреттегі заттарды атап сөйлем құра. Составь предложение с картинками. Бірінші суретте на первой картинке бұл қайшы, ножницы. Екінші суретте мата, ткань. Үшінші суретте ине, игла. Төртінші суретте на четвертой картинке это клей, желім. Мысалы, например, мен қайшымен матаны қиямын. Сөздерден сөйлем құрап жаз. Составь предложение, поставь слова в нужном порядке. Поставь видео на паузу и попробуй сделать сам. После проверь себя. Біз шеберханада әртүрлі заттар жасаймыз. Досым ағаштан орындық, ұя, үй жасады. Біз өнерлі отбасы байқауына қатыстық. Ол достарымен сахнада қара жорға биін билейді. Қайшыны партаның оң жақ шетіне қою қажет. Алтыншы тапсырма. Суреті пайдаланып диалог құрыңдар. Шестое задание. Здесь мы должны составить диалог по картинкам. Әлібек, сен не жасадың? Мен қағаздан қуыршақ жасадым. Қуыршақ жасау үшін не қажет болды? Маған қағаз, желім, қайшы қажет болды. Маған да үйретесің бе? Әрине. Есте сақта, запомни, менің досым шебер. Ол көптеген байқауға қатысты. Оның қолынан бәрі келеді. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол. Спасибо за внимание. До свидания.